Сәлем достар. Қазіргі таңда ғалымдардың мәлімдеуінше Жер планетасына және оның тұрғындарына космостан келетін қауіп-қатер артуда. Оған себеп НАСА ғарыштық агенттігінің өкілдерінің хабарламасы. Нақтырақ айтқанда, 2019 жылдың 1 ақпанында Жер планетасына өте қарқынды жылдамдықпен және өте көлемді астероид ұшып келатыр деген хабарлама жариялады. Неге екені белгісіз. Бұл хабарлама НАСА ғарыштық агенттігінің сайтында небәрі 4 күн ғана жарияланып тұрды. 4 күннен кейін бұл хабарламаны жойып тастады. Ендігі кезекте астероид жайлы мәліметке көшсек. НАСА ғалымдары бұл астероидта 2002 Н7 деген атау берген болатын. Бұл астероидтың көлемі 2 километрді құрайды. Жер планетасына жақындап келе жатқан аспан денесін Нью-Мексико атты америкалық штатта байқаған. Қазіргі таңда НАСА ғарыштық агенттігінің өкілдері бұл астероидты күнбе-күн бақылауында ұстауда. Егерде бұл астероид Жер планетасына құлайтын болса, онда нақты апокалипсис болуы мүмкін деген мәлімдеме жасауда. Көлемі 2 километрлік астероид Жер планетасына 28 километр секундына жылдамдықпен ұйтқып келуде. Сонда бұл астероидтың жылдамдығы қазіргі таңдағы әскери стратегиялық ең жылдам ракеталардан 4 есе жылдам деген сөз. Егерде қауіпті аспан денесі Жер планетасына құлайтын болса, онда 30 миллион ең қарқынды ең күшті ядырлы бомбаны жарғанмен тең. Бұндай жағдайда аспан денесі Жер планетасының қандайда бір мұхитына түсетін болса, осы уақытқа дейін болмаған өте қауіпті үлкен цунами алып келеді. Ол цунамидің қарқыны Жер планетасын толық су астында қалдыруына күші жетеді. Егерде жерге құлайтын болса, онда өте апатты, өте үлкен вулкан қаупына келгелі тұр. Бірақ Британия және орыс ғалымдары бұл астероидтан қорқудың қажеті жоқ екендігіне мәлімдеме жасады. Бұл мәліметке НАСА ғарыштық агенттігінің өкілдері келіспей отыр. Өйткені 2002 Н7 астероиды кез келген уақытта өз бағытын өзгертуі мүмкін. Егерде қандайда бір себеппен осы астероид Жер планетасына түсетініне нақты сенімді болса, онда оған қарсы күш қолданбақ. Ғарыштан келген қандайда бір астероидқа біз қандай күш қолдана аламыз деген сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Ғалымдар астероидты тоқтатудың бірнеше тәсілін ұсынды. Бірінші тәсілі, егерде астероид Жер планетасына ұшып келе жатқан болса, ол астероидты біз ракета арқылы жоя аламыз. Бірақтан оның бір плюс және бір минус жағы бар. Плюс жағына ескерсек, астероидты бомбалағаннан кейін ол астероид жарылып, майда қалдықтары Жер планетасының әрбір жеріне түсіп, бүкіл Жер планетасын зақымдауы мүмкін. Екінші тәсілі өте үлкен ғарыш кемелерін жіберу, яғни ғарыш кемелері арқылы келе жатқан астероидтың бағытын өзгерту. Бұның да бір пайдалы және бір зиян жағы бар. Пайдалы жағына тоқталсақ, егерде жұмыс сәтті орындалатын болса, біз құтқарыламыз, яғни Жер планетасы аман қалады. Ал егерде сол кезде ғарыш кемесі істен шығатын болса, онда өте үлкен апокалипсис болғалы тұр. Бірақ та уайымдамауларыңызды сұраймын. Өйткені бұның барлығы теориялық тұрғыда айтылған мәліметтер.
Сонымен менің бүгінгі видеоролигім соңына жетті. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.